Бүгін қазақтың мұзбалақ ақыны Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Тар кеудемде өшпеген, талықсып шыққан үнім бар. Көктеген бірақ өспеген бағымда раушан гүлім бар. Бұл Мұқағали Мақатаевтың алтын қордағы өз даусы. Ақын көзі түрісінде үнін тыңдар адам таппай қапаланды. Алайда қазір оның отты жырлары қазақ поэзиясын жаңа биіктерге көтерді. Ұқсайды бар тыныштық жер бетінде, ұйқыдағы сәбидің келбетіне. Ояту бұлай тұрсын, рұқсат жар, ұйықтап жатқан ұлымды тербетуге. Мұқағали өлеңдерін жатқа айтпайтын оқушы кем шығар. Ақын атындағы мектептің оқушысы Ақнұр Айболқызы республикалық Мұқағали оқуларының жеңімпазы. Ол сабақтан тыс уақытта шығармаларын жаттап, мәнерлеп оқу қабілетін шыңдайды. Мұқағали Мақатаевтың шығармалары өте үлкен мән мағынаға толы, және де өте ыңғайлы әрі түсінікті сөзбен жазылғандықтан бірден қағып алу өте оңай. Және де әрбір өлеңінде өзінің бір астары, мағынасы жатыр. Оны тек қана жүрекке жақын қабылдап, әрбір сөзін түсініп оқысаң, менің ойымша оның өмірге берер азығы өте зор деп білемін.